сол болды. Мына баяғы жас кезіміздегі айтылатын өлеңдер еді. Бұны негізінде мен әндерім бәрі, жаңа әндерін айтқан Шамшының дегенде ертеректе айтылған ескі өлеңдер ғой анда. Соған барымен базар деп тыңдайсыздар енді. Сол енді шамалы беріректеу келген кезде, үйленетін кездерге жақындаған кезде сол жігіт топ аңқып тұрған кезімізде жаңағы автобуста қарындас деген өлең шыққан. Соны айтып берейін. Ол өлеңнің мына кемпіріміз Дүрияменен екеуміздің қосылуымызға себеп болған шығар. Сол енді өлеңіме қызықты ма, әйтеуір өзі соңымнан қалмай тиіп алды ғой. Шындық ол. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман кемпір қайдан шығады дегенде, енді қазір енді ұрыса береді. Талай қыздарды айтқанына көнбей, осыған қалай көнгенімді білмеймін, бірақ енді әне осы күнде ұрыс келіп жатыр. 10-шы класты бітіре салып, сол есігінің алдында күтетті отырады. Соң кеуілін қимай, бір 4 қызбенен мініп машинаға, газон машина ғой. Сонымен енді намысым бар, перез бар жолда, арғы беттен универмагқа апар деді 4-еуі. Енді бұл енді айтқызбайды ғой. Өтірік па не? Жоқ, өлеңіңді айтсай деген. Әңгіме түсіндіріп айтып отырмын ғой мен, олардың сұрау бойынша. Әлде дұрыс емес па? Жоқ, дұрыс айтады. Сонымен қайыққа келіп 4 қыз кетіп бара жатыр. Мынау келіп та жолда тапшықсын лақтырып жіберді менің аяғым астына қарай. Басып кетейін дедім да тағы, әке шешесі алып берген пәленсің ғой деп обалсынып, 2 дөңгелектің ортасы салып, жетіп қастарына жақындаған кезде тоқтатты 4-еуі. Сосын жаңағы жүгіріп барып тапшықсын алып келіп, менің қасыма отырып 4-еуі де мініп алды газонның машинаның ішіне. 4-еуі қалайсы, енді ол кезде гай бар, перез бар. Құдайға сыйынып, менің несібемен перезде гай жоқ екен. Сол универмагқа апардым, жаңағы апаратын жеріне. Ол кезде барып, бір газбад алып бердім, бір мороженое алып бердім де тастап кеттім соларға. Сонымен кейіннен есігінің алдынан күтетті отырады. Ақыраяғында жеке мінетін болды бұл. Сөйтіп ақыры не керек? Сол үйлендік қой енді сол. Жеке мінудің арқасында түнімен қыдырамыз, күндіз көзге көрінбеу керек. Ертеңінде сабақ бітіп, 10-ды бітіріп, экзамен бітірген кезі ғой. Сол әйтеуір сөйтіп үйлендік бұл кісіменен. Сонан өсіп өніп, балалы шағалы болып, мынау енді немерелерім, қыздарым жиналып, осындай өміріңізден ескерткішке бір кітап жазғымыз келіп жатыр. Соған қолыңыздан келгенше бізге өлеңіңді айт, әңгімеңді айт деп, соның сұраулары бойынша осындай тірлік жасап жатырмыз. Бұларға мыңдау рахмет. Осындай балдар бергенде, осындай немере бергенде Аллаға шүкір. Автобустағын айттым ба, айтқан жоқпын ба? Сол айтпақ жаңағы, сол бұл кісімен танысайын деп жүрген кездегі шыққан өлеңнің біреу автобустағы қарындас. Қазір еске болып қалды ғой. Соны қабыл алыңыздар. Келе жатып автобустың ішінде деу қарындас гүл берші деп сұрады. Қарындасым гүл берудің орнына қайта мен гүл орнына санадың. Ой, қарындасым гүл берудің орнына қайта мен гүл орнына санадың. Ларлалалла хей, ларлалалла хой, ларлалалла хей, ларлалалла хой. Беу қарындас солмасын гүліңіз, сол санағай
Aman esen жүріңіз, жолыққандай автобустың ішінде, ағажан деп сәлем бере жүріңіз. Ой, жолыққандай автобустың ішінде, ағажан деп сәлем бере жүріңіз. Ла-ла-ла-ла хей, ла-ла-ла-ла хой, ла-ла-ла-ла хей, ла-ла-ла-ла